Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. HTML CSS сабақтарының 21-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз мынау менің жұмыстарым деген мынау категориялар тізімін адаптивте жасаймыз. Пока бұл бізде адаптивный емес, яғни қараңыздар, мен экранды кішірейтсем, ол мынау үшеуі былайынан жабысып тұр. То есть бұл мобильный версияларда біздің сайтымыз дұрыс көрінбейтін болады. Осыны бізге туралау қажет. Міне мысалы қазір responsive. Так, iPhone 5s, яғни бізде 5 өте кішкентай экрандағылар. Так, что-то біздің менюмізді одан кейін адаптивді емес сияқты. Бұлды вообще ұмытып кетіппіз. Мақұл, кейін сабақтарда істейміз. Пока мынау менің жұмыстарым дегенді біз істеп қойғанбыз. Мынау енді бізге мына 6 қатарды адаптивный қылып жасау қажет. Так, ол үшін біздің сайтымызға көшеміз. Так, мынау сайтымыз мына жағында HTML-ны ашып қояйық. Хотя нет, HTML-ның керегі жоқ. Бұл жерде только CSS-мен жұмыс жасаймыз. И бұл жерде мен уже ұмытып та қалдым, қайсысы қалай тұрғанын. Так. Бізде бұның бәрі мына жерде категорий деген жерден басталынған. Так, категорий list. Мынаның керегі де жоқ ой деймін. Так, категория item div, так, and the child. Мына жерлер осы біздің бүкіл кодымыз осы жерлерде сақталған. И бұны біз сразу режим разработчиканы ашайық. И біз енді ең кішкентайынан бастаймыз. Так, ең кішкентай бізде iPhone 5-тан бастай берейік. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Мына жерде мынаны бассаңыздар, show device frame десеңіздер, мынандай сотканың несі шығады. Fit to Windows 72. Бұлайынан сотканың рамкасы шығады, бірақ бұл барлығында емес, только мынау iPhone 5, 6, так, X-та жоқ уже, мысалға қарайтын болсаңыздар, мына iPad-та бар, бірақ, по-моему, iPad Pro-да болмау керек өтеме. Так, мына Moto GT дегенде бар екен, Galaxy S5-та жоқ. Так, бізге пока iPhone 6-7-8 қоя салайық. И біз ең бірінші мобильный версиясын жасаймыз. Бізде мобильный версиясын жасаудан бұрын қарайық. Мына жерде біздің мобильный iPhone 6-7-8-дің viewport'тың енінің өлшемі 375 пиксельге тең. Значит, ол бізде мына жерге кіреді, яғни бізде егер кодымызды қарайтын болсаңыздар, мына жерде минимальный ширина, яғни минималды ені бізде 576 пиксельден жоғары болатын кодты біз мына жаққа жазу керек. Ал оған төмендердің барлығын осының үсті жағында жазуымыз керек. Сол үшін біз осы жерді өзгертеміз. И сразу бізге бірінші мынау 100% дегенді өзгертеміз. Так, сол кезде сайтымыз былайынан жабысады. Келесі айтып кететін нәрсе бізде так, тұра тұрыңыздар. Index.html-ді ашып көрейік. Одан кейінгі бізге өзгерту керекті нәрсе ол мына жердегі колонналарды біздегі Flexbox gridпен жасаған болатымыз. И сол бойынша өзгертіп шығуымыз қажет. Міне бізде мына call дегендердің барлығы тұр. Егер осыны call 4-тің артына қоямызда, альтты басып тұрсаңыздар, мынаның барлығын бірге выделить етуге болады. Мышқамен шертесіздер осы call 4-тің жанына. И енді осыны өшіремізде бізге былай жасау керек. Мобильный экрандар и кіші экранды планшеттер үшін біз былайынан бір колоннадан тұратын жасайтын боламыз. Мына жерде қазір 3 колоннадан құралған болса, яғни 3 қатардан құралған болса, біз ондай кіші экрандарда бір колоннадан құралған ғып істейміз. Яғни бізде 12 қатардан тұратын сетка болғандықтан бізде call 12 десек, онда ол бүкіл экрандарда ол 12 пиксельге айналады мені. То есть бір қатарға айналады бізде 12 гридіміз, 12 колоннамыз. И бізде мобильный версияда уже мені более-менее нормально.
бірақ мына жердегі разница только мынау мына жердегі расстояние что-то өте үлкен. Соны туралауымыз қажет. Қазір мен index.html-ді былай қоямын да main CSS-ті split right деп оң жаққа жіберемін. Мына жақтан жабасақ болады уже. И CSS-те бізде категория item margin top деген слишком көп. Ол 20 пиксельге қойсақ более нормально. Так. Одан кейін тағы бір жерде категория title. Так. Мына padding top мына жерде уже одан кейін мынаны қараңыздар. Мынау нәрселер бізге пока керегі жоқ. Бұны пока қазір комментарийге алып қоя салайық. Мысалға Ctrl мен мынандай обратный слэш бассаңыздар комментарийге алынады. Өйткені бұл бізде бір колонна кезінде оның ешқандай рөлін ойнамайды. Өйткені бізде сайтымыз үшін ол қажет емес. Кейін оны өзгерте береміз. Одан кейін мына жерде with 100% деген қалдырамыз да. Мынау hate деген керек емес. Өйткені бізде мобильный версияларда бір-ақ колоннадан құралғандықтан олардағындай суреттердің бір-бірінен айырмашылығы болу шарт емес. То есть былайына кіші болса, үлкен болса да бәрібір тура Инстаграмдағы сияқты болады сонда. Так, дальше мынау жердегі мынау аралықты сәл кішірейтуіміз қажет. Так, оны қай жерден кішірейтеміз? Ол, по-моему, мынау mainның ішінде ғой деймін, margin bottom. Қазір мына комментарийға алып көрейікші. Так, бұл жерден емес екен. Так, мен түсінбедім. Бұл қай жерден өте үлкен. Мынау категория деген нәрсенің ішінде margin bottom 150 пиксель деген тұр. По-моему, осы жер ғой деймін. Қазір комментарийға алып көрейік. Вот міне жабысты. Мынаны 60 пиксель что-то өте үлкен шама сияқты. 60 пиксель емес, біз 40 пиксельге ауыстырып көрейік. 40 пиксельде көп сияқты, 30 пиксельдік көрейік. Так, міне енді более-менее нормально сияқты. И мынау табиғат көріністері деген бізде категория name болатын. И бұда да margin top что-то өте үлкен сияқты. Бұны 20 пиксель емес, 10 пиксель қойық. Так, енді бәрі дұрыс. Бірақ мынау табиғат көріністерінен кейін бізде margin top и одан кейін margin bottomның бірақ размерін MGB деп жазсаңыздар, margin bottom деген бірінші шығады. Сөйтіп enter бассаңыздар. Бұл астың жағын margin bottom деген, яғни bottom асты жағынан 30-ты сәл көбірек берейік, чтобы мыналар бір-бірінен алыс болсын. Так, менің жұмыстарым, табиғат көріністері, love story, қызықты сәттер, той суреттері, бизнес, портрет. Мына жерде бәрі дұрыс секілді. Бірақ біз мынау суреттердің оң жақ және сол жағынан кішкентай 30-тік берейік. Оны олай 30-тік беру үшін біз былайынан жасасақ болады. Категория item неді with 100% деп тұрмыз да. Жоқ, категория itemге жазамыз ғой деймін. Padding дейміз да бұның ішіне 10 пиксель десек қалай болады екен. Так. Бұлайнан padding бермей-ақ қоямыз ой дейміші. Өйткені что-то padding берсек бір не очень болып тұр. Қазір мен Instagram көрейікші. Instagramда соткілерде қалай көрінетін еді. Так, Instagram UI. Так, что-то интернет жайсып тұрсын. Так, Инстаграмда мындай сурет екі жанына жабысып тұрады екен. Бізде солай істей салайық, өйткені сол дұрыс секілді ше. Мына паддингті өшіре саламыз. Так, болды дейме. Так, бәрі керемет. Енді біз мынау iPhone 678-ден ауыстырамыз iPad-қа. iPad-қа ауыстырсақ, нер 768-ден бастап, ені 768.
Значит, енді біз бұны екі колоннадан құрастыратын боламыз. Екі колоннадан құрастыру үшін біз мынау 768-ге барамыз да. Хотя нет, бұл жерде уже мынау CSS емес, мына жақта стильдерге беріп шығуымыз керек. Ой, стиль деппін ғой, мына класстарға. И осы жерде біз call, егер де естеріңізден шығып кетпесе, 768 пиксель дегеніміз ол MD деген как бы размерге сәйкес келеді. И осы жерде біз екі колоннаға бөлу үшін 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. Значит, біз 6 деп береміз. Так, мына бізде міне екі колоннаға бөлінді. Енді бірақ біздің суреттер как бы не очень болып тұр, яғни біреу биік, біреу кіші, аралар жабыспаған. И осыны енді туралау үшін біз былай жасаймыз. Оны туралау үшін бізге мынау категория item div дегенді беру. Так, категория item. Так, мына 576 пиксель сәл бетіп жаба салайықшы, ол керек емес біздің жұмысымыз үшін пока. И біз мына жерге категория item дейміз да. Сөйтіп ішіндегі категория item деген класстан кейін тұрғанғы div-ға, яғни біз қазір мына жерде былайынан стрелка арқылы беріп жатқан стиліміз, ол мынаның ішіндегі бүкіл div-ға әсер етпейді. Ол тек қана мынау категория item деген класстан кейінгі тұрған div-ға ғана әсер етеді. То есть мынаған ғана біз стилді беріп тұрмыз. Оған стилді береміз да. Енді бұл жерде with дегеніміз уже 100% емес, бір 90% беріп көрейік, сол кезде қалай болады екен. Міне енді бәрі дұрыстау келіп жатыр. Одан кейінгі істеп кететін нәрсе ол категория item. Жоқ, категория image-ға стиль беруіміз керек. Так, бізде категория image-ға стиль беру үшін категория image деп тұр. Енді біз осы жерге категория image-ға ұзындық беруіміз керек, өйткені мына жерде бәрі дұрыста, только ұзындықтары әрқайсысында әртүрлі суреттердің. Сол үшін біз оларға бір конкретный, бір нақты цифр беруіміз керек. 350 пиксель деп беріп көрейік. Так, 350 пиксель вроде нормально сияқты. Енді бәрі дұрыс, бірақ мынау енді мынау оң жақтағы сол жақтағы паддинг дұрыс та, бірақ оң жақтан слишком көп отступ беріліп тұр. Оны туралау үшін егер ұмытып кетпесеңіздер, мынандай және комментарийге алған сияқты жазуымыз керек. Оны жазу үшін категория item, категория 2 нижний пробел item, потом қос нүкте, бұл қос нүкте деген псевдоселектор дегенді біледі. NTZ деген просто реттік нөмірі, мысалға бізде бірінші, екінші, үшінші дегенде қазақ тілінде інші, аңшы деген сөздер қосылады, типа 5-ші, 6-ші, 7-ші, яғни N-ші және N-ші деген сияқты. То есть ағылшын тіліндегі де санау да осындай, яғни second, бұл енді ағылшын тілінде санауларды өздеріңіз білесіздер, там first, second, third сәл өзгешелеу, бірақ қалғандарында бәрінде бірдей, яғни all fours, там fifths, six, sevens, eights, ninths деп беріледі. То есть мына жерде n деген натурал сан деген біледі. Егер натурал санды білетін болсаңыздар, натурал сан дегеніміз ол бірден басталатын сандар. И мына жерде ntz childқа біз уже 2n деген мәнді береміз, либо odd деймін, по-моему, егер есімнен шығып кетпесе, қазір background арқылы беріп көреміз, яғни red арқылы біздің стиліміз әсер ете ма деген сұрақты. Так, қателеспін, odd деген тақ санға әсер етсе, значит бізге even деген керек. Even деген жұп сандарға әсер етеді, значит бізге мынау стильге беріліп тұр. Енді осы жерге біз жазамыз display flags. Так, justify content and деп.
flex end. Сол кезде біздің мынау картинкілеріміз мынау жағына жабысатын болады. Біздің блогымыз бұлай тұрса, картинкілеріміз мына жағына жабысады. Енді red дегенді өшіріп тастаймыз. Так, енді біздің сайтымыз более-менее нормальный, адаптивный мынау жері. Енді келесі нәрсе бізде мынау iPad-тан өзгертеміз, iPad Pro-ға ауыстырамыз. Примерно iPad Pro-да да бәрі нормально көрінетін сияқты, былайынан екі қатар тұрсашы, нормально сияқты. Значит, біз уже мынау 1024-те нормально көрініп тұрса, біз уже мыналарды қазір копировать етіп ала салайық барлығын. Ctrl-C-дік басамыз да. И енді бізге 1024 пиксельде бәрі нормально көрініп тұрса, значит, біз 1200 пиксельге барып ауыстыруымыз керек. Оған ауыстыру үшін так респонсивке барамыз да, 1210, так 1201 дей салайық пока. Бұл жақта мынандай 2 колонна емес, 4 колоннадан тұратынын істейміз. 3 колоннадан тұратынын істейміз. Оны істеу үшін біз мынаның бәрін выделить етуіміз керек сізді. Мынау index.html-дің ішінде. И осы жерге біз барамыз да call уже LG, яғни large бізде болады 4 колонна, 4 не болса, значит бізде 3 колонна болады. Так, бәрі дұрыс. Единственно дұрыс емес нәрсе, мына жерге біз енді ставить етуіміз керек. Так, мынаны өшіре саламыз ғой, деймін пока. Так, мына жерде бәрі экранға симай тұр. Бұның неге симай тұрғанын көру үшін категория айтемге background берейік. Background бізде red дейік. Сол кезде бізде мынау суреттер біреу ұзын, біреу қысқа. Так, бұлай болмау қажет. Так, бізде мына жерде бұрындағыстың мәні 70% еді, по-моему. Так, бұдан ештеңе өзгермейді. Мына жерде height 350 пиксель емес, уже сәл көбейтейік, 400 пиксельге көбейтейік, сәл ұзын болу үшін. Енді келесі кезекте өзгерту қажетті нәрсе бұл жерде так, мынау background категория item div-ға background беріп көрейік. Бұған да так yellow деп қандай блоктың қай жақта тұрғанын дұрыс көру үшін. Бізге, по-моему, мынау стильді бар ғой. Мынау стиль әлі әсер етіп тұр. Осының стилін жою үшін бізге бұлай жасау қажет. Мынаны жазамыз да display блок деп жазамыз. То есть анау үстіндегі мынау. То есть мынаны бүйтіп кішірейткен кезде бізде мынандай әсер етеді ғой. Display flex, қазір егерде қарайтын болсаңыздар, просмотреть код. И мынау div-ға барсақ, мына жерде қазір бір жерінде display flex деген болу керек. Категория item де мені. Категория item child деп display flex, justify content flex end деп тұр. Бірақ оны үлкейте берсек, 1200 пиксельге барған кезде ол полибом өшпейтін болады. Оны өшіру үшін біз оған мынау мені көрдіңіздер, мына жерде justify content display flex деген екі стильдің орнын жою үшін біз display block дегенге айналдырамыз. И одан кейін айтып кететін нәрсе бізде что-то мынау өте үлкен болып тұр. Неге олай үлкен десек, біз мына жақта біреуін қалдырып кетіппіз. Мынау табиғат көріністер дегенді мән беріп қарайтын болсақ, менде осы қалып кетіпті. Сіздерде соның қалып кетпеген тексеріп мән беріп қатесіз жазуға тырысыңыздар.
И осы кезде міне бәрі өз қалпына келді. Так, міне бәрі өз қалпына қайта обратно келді. Мынау категория листтің ішіндегі мынау блоктарды осы блоктарға стиль берген кезде абайлаңыздар. То есть мысалға бәшен бір жайында көрдіңіздер, мына бір кішкентай бір ғана жерді ұмытып кеткен едім. Біздің сайтымыз уродливый болып кетті. Сондықтан сіздер де сондай қатені жібермеуге тырысыңыздар. И енді бізде мына жерде енді қалып тұр. Біздің стильдеріміз жазып шығуға бастапқы стильдеріміз қалай болған еді. Мына жақта мен мына бір жерді қарайтын болсаңыздар, мына комментарийге алып қойғам, осыны Ctrl-X арқылы вырезать етеміз де. Одан кейін мынау 1200 пиксельге барып ставить етеміз. Мынау категория Enter the Child Even деген астына. Ұмыт кетпеңіздер, мына 1200 пиксельге қойып атырмын оны. И мынадан енді комментарийні жойып тастау үшін выделить етеміз де. Ctrl и обратный слэш екеуін бассақ, бәрі қайтып орнына қалпына келу керек. И осы кезде міне бәрі обратно орнына келді. Так, болды деймін. Енді бізге просто мынау бэкграундтарды алып тастау керек. Мына yellow'ды алып тастау керек. И мынау категория item red дегенді алып тастасақ. Сол кезде біздің кодымыз бәрі қалпына келеді. Единственное, мына жер что-то жабысып тұр. Оны жабысып тұрғанның кесірі ол main деген стильге, main деген тегқа стиль беруіміз керек. Оны стильді беру үшін біз padding дейміз де, үст астына 40 пиксель, ал оң жақ сол жағына 0 пиксель береміз. Так, что-то істемей тұрмын. Бұл mainға емес, бұл стильші. Так, бұл mainді өшіріп тастаңыздар, бұл main емес. Бізге мынау категория деген классқа беріп кету керек бізге. То есть қазір енді барамыз да, мына жақта точка так, мынау группаға келіп жатыр екен. Так, категория и осы жерге padding береміз. Padding оң жақ сол жағына 20 жоқ 40 пиксель берейік. Астына, так, мынау үст астына берілетін 30 туп, ал екінші жазылған салым ол оң жақ сол жағына береді. Яғни үст астына 40 пиксель берілсе, оң жақ сол жағына 0 пиксель береді. Сол кезде қазір қарайтын болсаңыздар, міне ол мына блокқа беріліп тұр. То есть мына жердегі ойша бүйтіп қарайтын болсаңыздар, мына блоктың мынау үст астына беріліп тұр 40 пиксель, былайынан ішкі 30 туп, то есть. Так, болды деймін, бәрі дұрыс істеп тұрған сияқты. Енді біздің мынау сайтымызды үлкейтіп, кішірейтіп қарасақ болады. Именно мынау жерін табиғат көріністерімен 2 колоннаға айналады. 3 колоннаға айналды да, бірақ мына жер жабысып тұр, что-то неге өйтіп тұрған. Так, тұра тұрыңыздар. Бұл не қателік болуы мүмкін. Так, менің жұмыстарым деген былайынан тұрды. 1034-те жабысып қалып жатыр. 1063 мың. Может быть, бұл неден шығар. Біз мына жерде мынау, егерде мән беріп қарайтын болсаңыздар, мынау LG деген 992 пиксельден бастап әсер етеді. Оны түсіну үшін Flexbox Grid'ді ашып қарайсаңыздар болады. То есть мына жерде қазір қараңыздар, мынау 768 пиксель кезінде MD деген размерлер еді. Енді қазір астына түсіп қарай беретін болсаңыздар. Так, мен лучше бүйтейін. Ctrl-F арқылы медиа деп жазайын. И мына 576 кезінде SM, 768-ден жоғары қарай MD,
ол 992-ге дейін әсер етеді. 992-ден бастап LG, ал мынау 1200-ден бастап XL еді, яғни extra large. Сол үшін біз мынау LG емес, мына жақта барлығын выделить етеміз да. Бұл жақта LG емес, XL деп жазуымыз керек. То есть мынау LG-ді өшіріп тастаймыз да, XL дейміз, сол кезде бәрі дұрыс орнына қалпына келу керек. То есть қараңыздар міне. Міне 2 колоннадан тұрады да, 1200 пиксельден бастап бәрі мынандай неге көшеді. 3 колоннаға көшеді. То есть қазір мысалға мына жер кішкентай болып тұр, 1200 пиксельден. Қазір үлкейте берсем, уже 3 колоннаға айналады, уже 3 колонна более-менее нормально көрінеді. Так, болды ау деймін. Біз осы жерде жасау керек болды, бәрі дұрыс істеп тұр мені. Бүгінгі сабаққа осы, келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.